Армысыздар, қымбатты көрермен, эфирде махаббатпен сырласу. Журналистика саласындағы 20 жылдық тәжірибемде мен қарапайым халықтан бастап, елге белгілі өнер адамдары, беделді саясаткерлер мен қоғам қайраткерлерінен сұхбат алдым. Бүгінгі бағдарлама мен үшін ерекше болмақ. Өйткені кейіпкер, ақын жазушы, Түркістан облысының құрметті азаматы Нұрымбет Әбдіғаппаров. Менің әкем. Өмір шіркін тұрады сағаттардан. Өмір мұхит, мен бір жүзген кемемін. Өздігімше еркін жүзіп келемін. Барса келмес аралына жеткенше, сол мұхиттан бұйырғанын теремін. Армандар көп, қусаңда жеткермейтін. Талпынасың, бәріне жетсем дейсің. Адам болып келген соң бұл өмірге, абыроймен адамша өтсем дейсің. Тай таласып, тағдырмен таласар кім, кейінгіге жөн сілтеп жол ашармын. Өткен шаққа айналып әрбір күнің, кеміп жатыр ертеңгі болашағың. Айтқан менен өткеннің жырын бүгін, енді қайтып оралмас бұрынғы күн. Ел қатарлы өмірім өтіп жатыр, ұрпағыма тілеймін ғұмырлы күн. Шүкір деймін өзіңе жаратқаным, көрдім міне тағы да таң атқанын. Бір тілегім кенеттен тоқтатпашы, өмірімнің санаулы сағаттарын. Жылдар, айлар, апта деп санатталған, өмір шіркін тұрады сағаттардан. Тағдыр сенің тарихын құралатын, қуаныштан, бақыттан, азаптардан. Мәз болып осы күнге жеткеніңе, қуанасың бір күннің өткеніне. Әрбір күнің сәтімен өткен сайын, ғұмырыңның сағаты шектелуде. Мәңгілік жоқ ештеңе ғаламдарда, бола бермес бір келкі замандарда. Бұл өмір жаратқанның жарлығымен аманаттап берілген адамдарға. Аулақ етіп біздерді қайғылы үннен, айырмасын Құдайым айлы күннен. Кейбір надан Алланың аманатын сатып алмақ болып жүр байлығымен. Жалған дүние тым қысқа байқалуда, уақыт тар жай басып шайқалуға. Ертелі кеш бір күні тура келер, аманатын Алланың қайтаруға. Ақын Нұрым Тебей. Көке, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, тамаша болады. Өзіңізбен сұхбаттасып, бағдарлама жасағым келеді деген алғашқы рет ойымды осыдан 2 жыл бұрын айтқан болатынмын. Сіз қарсы болдыңыз. Бүгін енді келісіп, сұхбат беруге келгеніңізге үлкен рахмет. Сұрағым келіп отырғаны, сол кезде ұсынысқа неге келіспедіңіз? Не себеп болды? Ол сұхбатқа ол кезде менің келісім бермей қарсы болған негізінен тілшілерге, журналистерге газет арқылы немесе телеарна арқылы сұхбат беріп отқан ол өте жақсы нәрсе. Бірақ бұл жолы менің ойлағаным, өзімнің қызым, яғни менің қызым өзімнен, өзінің әкесінен сұхбат алып, екеуі сұхбаттасып отырғаны, мынау ел қалай түсінеді, жұрт не дейді деген ой болды менде. Ойпырмай мынау махаббат өзінің жұмысын пайдаланып, қызметін пайдаланып, осындай үлкен бағдарламаға өзінің әкесін шығарып, өзінің атағын көтергісі келді ма, жоқ әкесінің атағын шығарғысы келді ма деген ой болады жұртта. Бұл бағдарлама, жүрек тынысы деген бағдарлама, мен бұрыннан көріп жүрмін. Бұл бағдарламада өте белгілі адамдар, Қазақстанға белгілі, бүкіл дүние жүзіне белгілі адамдар міне сұхбат берген. Осы өзің солардан сұхбат алдың.
көзіміз көрді. Асанәлі Әшімов деген ағамыз мәселен. Бибігүл Төлегенов апайымыздан сұхбат алдың. Сәбит Оразбаев ағамыздан сұхбат алдың. Тағы да сондай белді елдің азаматтарынан сұхбат алып, оны мынау телеарна арқылы елге көрсетіп атқан үлкен жақсы бағдарламаға әкеліп, бірденнен және өзінің әкесін тығыз жіберіп ортасына, өзінің осы әкесінен сұхбат алғаны қалай дұрыс болды ма деп көпшілік бір басқа ойда бола ма деген, сенің өзіңді мына жүргізіп жатқан бағдарламаңа, жұмысыңа, қызметіңе кері әсер етіп қала ма деп мен сол кезде қарсы болғаным рас. Кейіннен осы Россияда бір телеарнада жұмыс істейтін Юлия Меньшова деген өзің сияқты тележүргізуші бар екен. Ол белгілі кинорежиссер, Россияның белгілі кинорежиссері, үлкен керемет актер Владимир Меньшовтың туған қызы екен. Сол әкесі Владимир Меньшов 80-нен асқан кезінде жаңелде Юля өзінің қызы әкесінен сұхбат алған ғой. Әкесінен қызы сұхбат алған. Сөйтіп сол сұхбатты жақсылап Ресейдің телеарналарынан көрсетеді. Сөйтіп оны ана YouTube-қа жүктейді. Соны мен бір күні қарап отырсам, жаңағыдегі соны көріп қалдым да, осы мына әкесінен қыздың сұхбат алғаны қалай болады екен деп көріп шықтым. Комментарий өте көп ол жерде. Бірақ менің байқағаным, сонша комментарий жазған адамдардың ішінде бірде біреуі теріс ой айтпаған, керағар пікір айтпаған, жаман ой айтпаған. Соны көріп отырғаннан кейін өзім ойландым, өткенде мен қызыма бекер келісім берме қарсылық қылдым ғой деп. Енді қазақта тағы бір сөз бар, бұл істің де бір қайыры болар деген. Сол айтпақшы, мына бүгінгі біздің сұхбатымыздың да бір қайыры болар. Сұрақтарымды қоя бер, мен кәдімгі барлық шындығымен, туралығымен жауап беремін. Өйткені мен сенің алдыңда, басқа журналистердің алдында болса, мен мәселен, анау қиындау сұрақ қоса бүйтіп, айланып өтіп, немесе сәл өтірік қосып жіберіп, немесе жаңағыдегі артықтан сілтеп жіберіп айтуым мүмкін. Енді өзімнің қызым менің өмірімді 100% жақсы біледі ғой. Сол себепті мен сенің алдыңда бүгін өтірік айта алмаймын, жалған сөйлей алмаймын, әсіре сілтей алмаймын. Сол себепті еркін сұрағыңды қоя бер, мен де барынша шын жауап берейін. Жақсы, рахмет. Онда бүкпесіз сырласы болады деп үміттенемін. Енді бағдарлама барысында сіздің өміріңіз, шығармашылығыңыз төңірегінде әңгімелейтін боламыз. Өнер ананың сүтімен, әкенің қанымен келеді дейді. Тастанбек атам, Айнаш әжемнің шаңырағында өскен 8 ұл, 2 қыздың ішінде мынау ақындық өнер дарыған сіз ғана. Иә, солай. Бұл өнер кімнен дарыды? Ақындық деген бұл бір мамандық емес. Мен өзім ойымша да, бұл ақындық адам баласына даритын бір қасиет, екінің біріне дари бермейді. Мәселен, журналист деген мамандық, агроном деген мамандық, заңгер деген мамандық. Оны 5-6 жыл оқып, жоғары оқу орнында оқып барып, одан кейін барып диплом алып, содан кейін барып сол саланың маманы болып шығады. Ал ақындық деген ол мамандық емес, сол жаңағыдегі өзінің бойына дарығаннан кейін барып, соны дамыту арқылы, сол дарыған қасиетті жетілдіру арқылы адам бойына одан ары қарай жаңағыдегі елге өзінің өнерін көрсетуіне, жазатын толық жазып, толыққанды елге жеткізе білуге сол жаңағыдегі ата бабалардан келе жатқан бір қасиет болуы мүмкін, болады. Менің өзімді де мен оны ертеректе байқаған, бірақ көпшілікке айтпайтын тұғым. Мынау бір өлеңді бір шумақ жазғым келіп бастасам, ары қарай өзі рет-ретімен, бір сәтімен бір шумақтан кейін бір шумақ өзі сөйтіп кете беретін тұғым. Сонда мен байқайтын тұғым, бұл енді бір қасиет шығар бабалардан деп. Себебі біздің өзің білесің, біз Азнабай бақсының тұқымымыз. Мен сол Азнабай бақсы бабамыздың 10-шы ұрпағымын. Енді осы екі аралықта Азнабай бақсыдан бері қарай қолдарына қобыз ұстап, ел алдында сырнай тартып, өлең айтып, жыр жырлап,
бақсылық қылып, елдің мынау емшілік жасаған бабаларымыз бар, Құдайға шүкір болған. Солардан енді бір несі саласы, осы ақындық саласы мүмкін сол бабалардан келген болуы мүмкін маған. Менің өзім ойым сондай. Одан кейін Құдайға шүкір нағашылар жағымызда да біздің ақындық қасиетті болған. Мен өзім көзім көрді, нағашы атам Әдіш Тоқбергенов деген кісі болған. Осы оңтүстік Қазақстанда Шардара ауданында о ертеректе прокурор болып істеген. Сол кісі өлең жазатын тұғын. Мен жас кезімде көретінмін. Сол өлең жазғанда, ана үлкен тойларда, о кезде далада есіктің алдында жасайды ғой тойларды. Сол жерге келіп, тойды ашып берген кезде қолына мынандай бір құлаш қағазын ұстап алып, о кезде телефон жоқ қой, қағазға жазып келеді. Сөйтіп сол тойларда, тойды ашқан кездерде өлеңдетіп, өлең оқып беріп, сөйтіп тойларды ашып, сол тойға арнау жазып келіп, сол тойға құттықтау сөздерін өлеңмен айтып жеткізіп жатқанын мен өзім көргем. Сол кісіде жағынан да мүмкін екі жақтан да бар дейсіз ғой. Болу керек ол. Көке, жалпы мынау Алматы қанша дегенмен мәдени орта. Сіз Алматыда оқыдыңыз. Жалпы мектепті үздік бітірдіңіз. Кейін осы Алматыдағы халық шаруашылық институтында, қазір нархоз деп айтады ғой, сол институтты үздік бітірдіңіз. Оқуда озат, өзі білімді, өнерлі жас бала, әкесінің, яғни атамның қалауымен елге, ауылға қайттыңыз. Ауылға кеткеннен кейін, ауылда жүргенде жалпы, осы мәдени ортаны, Алматыны аңсаған жоқсыз ба? Алматыны аңсамайтын адам бар ма екен өзі? Біздің әсіресе мына біздің жастық шағымызда 80-ші, 70-ші, 90-ші жылғы жастардың Алматыны сағынбайтыны жоқ. Алматы ол сол кездегі жастардың, бойжеткен қыздар бар, жас жігіттер бар, олардың бәрінің жүрегінде әліге де сақталады. Өйткені ол Алматы жастардың қаласы тұғын. Алматы әсем қала. Алматы өнер ордасы, Алматы мәдениет орталығы деп міне өзінің өзі мына қаланың Алматы деген сөзіне анау әсем қала, өнер ордасы деген сөздер тура кәдімгі тіркесіп тұрады. Ол Алматының бір қасиеті сол болса керек. Алматыны аңсамайтын, Алматыны сағынбайтын мүмкін емес. Әліге де сағынып тұрамыз біз. Мәселен, осы Алматыға келгеннің өзінде де бұрынғы жерлер, Көктөбе бар ма, Медеу бар ма, тағы басқа жерлер бар ма, барсақ, сол жастық шағымыз есімізге түсіп тұрады. Сені мына сұрағыңа байланысты айтатыным, ол қандай жас болса да жаңадан мамандық алып, қолына диплом алып тұрған жас адам Алматыда, о кезде еліміздің астанасы, Астанада қалып жұмыс істеу әрқайсының арманы, ойы болады. Бірақ енді біздің кезімізде әкенің айтқан сөзі балаға заң тұғын. Балам институт бітіргеннен кейін, дипломды қолыңа алғаннан кейін қалада қамайық қой, ауылға кел, ауылда да жұмыс табылады. Ауылда да өзіңнің өнеріңді көрсете аласың, көрсеткің келсе деген біздің көз алдымызда жүргенің дұрыс болады дегеннен кейін сол әкеміздің сөзін тыңдап ауылға қайтуға беріп отырдық. Оның үстіне мен нархозда халық шаруашылығы институтын бітіргенде есеп экономика факультетін бітірдім да, есеп экономика факультетінің ішінде ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп деген мамандықты бітіріппін ғой мен тағы. Ол мамандықпен ауылда істеу керекті. Ауылда ол кезде колхоз, совхоз дейтін сонда істеуім керекті. Міне соған байланысты мен енді ауылға кетуіме тура келді. Бірақ Алматыны қимай кеттік. Бірақ ойлап кеткен мен сондай бір 5-6 жыл ауылға барып кішкене тәжірибе жинап, жаңағы әке-шешемізді көндіріп, кейін Алматыға бір ораламау деп сондай оймен кеткем. Ауылға барғаннан кейін қызмет істедік, қызметті бардықты араласып кеттік қызметке. Одан үйлендік. Үйленгеннен кейін ар жағында бала-шаға болады. Сонымен Алматыға қайтып. Өздерің пайда болдыңдар. Мен сонымен Алматыға келуге мүмкіндік болмай кетті. Бірақ ауылда жүрсек те біз, мәселен, Алматыда жүрмедім, ауылда қалып қойдым деп өкінген жоқпыз. Өкінішім жоқ мен. Өйткені мен сол жерде жүріп жақсы лауазымды қызметтер істедім. Өзімнің мынау жаңағыдай бойымдағы қасиетім
мына ақындық жағын дамытып, сөйтіп, ауылда кәдімгі өзім деңгейімде қызмет істеп жүрдім деп айта аламын. Оның үстіне менде мынау жаңағыдегі ақындық пайда болғаннан кейін осы асаба деген бір сол кезде сондай болады. Ол кезде асаба деген аз болады, кемде болады. Сол мына үлкен тойларды басқарып, асабалықта қылып жүрдік. Міне сондай қызықты да өте бір тамаша өмірді көріп, сондай лауазымды қызметте істеп жүргеннен кейін Алматыға бір уақыт сәті келгенде бір ораларымызды көдеттік та, сонымен ауылдағы қызметімізді, аудандағы қызметімізді жалғастыра бердік қой. Сонымен міне қазір міне сол жүріспен жүріп, ақырында міне зейнеткерлікке шығып кеттік. Дұрыс. Зейнеткерлікке шыққанға дейін сіз өмір бойы қаржы салық саласында қызмет еттіңіз. Бұл енді мемлекеттік қызмет. Мемлекеттік қызметтің өзіндік бір ерекшеліктері деп айтамыз ба, қиындықтары деп айтамыз, бір шектеулері болады. Дегенмен, осы мемлекеттік қызметпен қатар түрлі деңгейде қызметтер жасадыңыз ғой. Қарапайым бухгалтерден бастап, есепшіден бастап, үлкен жоғары лауазымды қызметтерді жасадыңыз. Соның арасында ақындық өнерді қатар алып жүру, бала күнімде есімде, сіз той өтпейтін асабалық күнде асаба болатынсыз, домбыраны қолыңызға алып ән айтатынсыз. Осының бәрін қатар алып жүру қиын болған жоқ па? Менің бір қазір ойланғанда, енді жаңа бала шаға асырау деген бар ғой. Біз бесеуміз, Аллаға шүкір, үйде сіз ғана жұмыс істедіңіз. Анам бала тәрбиесімен үйде отырды, көбінде. Сонда бұның бәрі бала шағаны асырау жағы болды ма, жоқ әлде мынау бойда бар дарын, қасиет бәрібір жібермеді ма мемлекеттік қызметте жүрсеңізде? Ол кезде қалай бағаланатын еді жалпы асабалық деген? Ол қазір кәсіптің түрі ғой. Ол біздің кезімізде өзі сәл қазіргі заманнан сәл ерекшелеу бөлікті болды ғой. Мынау мемлекеттік қызмет деген жаңа өзің айтып кеттің, оның өзінің ерекшеліктері бар, өзінің шектеулері бар, өзінің жолы бар. Мына жолмен жүресің, бұлай бұрылмайсың деген өзінің кәдімгі қағидасы бар мемлекеттік қызметтің. Содан ауытқуға болмайды. Ал сол мемлекеттік қызметтің бір несінде мемлекеттік қызметте жүрген адам кәсіпкерлікпен шұғылдануға болмайды, немесе бір бизнеспен айланысуға болмайды деп келеді дағыны, шығармашылық өнермен айланысуға рұқсат етіледі деп қойған. Міне, шығармашылық өнер деген, міне мәселен ақындық ол шығармашылық өнер, асабалық. О кезде бұл жаңағыдегі дүние табу үшін асаба болмайтынбыз біз. Өнерімізді жұрт көрсін, жұртқа көрсетейік, ана жазған өлеңімізді оқиық елдің алдында деп, сонымен асаба болатынбыз. Елдің алдында кәдімгі өзіміздің немізді жеткізе білейік, айтатын ойымызды деп. Ол кезде ол асабалық деген кәсіпкерлікке жатпайтын. Қазір енді кәсіпкерлікке жатқызады асабалықты. Міне бұны үшеуінің бірден алып жүру ол бір адамға қиын. Маған бір оңынан келгені, біздің салық комитетінде сол кезде біз жаңадан мынау Қазақстан егемендігін алғаннан кейін салық комитеті бөлініп шығып, бірінші сол салық саласының, қарыз саласының Қазақстанда, егемен Қазақстанның сол қарыз салық саласының негізін, ауылдағы жерлердегі негізін біз қаладық десем, ол артық айтқандық емес. Міне сол кезде халыққа салықтың несін түсіндіру жұмыстары да бірге жүрді. Ол халықтан тек қана салық жинау емес, соны салықтың жаңағыдегі төлемдерді қалай есептеу керек, қалай төлеу керек, ол не себепті жиналып жатыр, соның бәрін халыққа түсіндіру, жеткізу, ол да сол бірге жүріп жүрді. Ал сол кезде міне біздің мынау жаңағыдегі тіліміз, Құдайға шүкір, елдің алдына шығып сөйлей алу, өзіңнің ойыңды аудиторияға жеткізе білу, ол да үлкен рөл ойнайтынды оны. Менің жаңағыдегі оң жағынан келгені, сол кезде бір басшыларым болды. Менің жаңағыдегі асабалық қылып жүргенімді, өлең жазып жүргенімді білді де, бір күн шақырып алып, Нұреке, сіздің мына қасиетіңіз өте жақсы нәрсе ғой. Сіз осы қасиетіңізді
мына салық пен халықтың екеуінің ортасына пайдалансаңшы бізге көмегіңіз болсын дейді. Енді не істейміз? Салық туралы әңгіме жазыңыз газеттерге, мақала жазыңыз, салық туралы шамаңыз келсе өлең жазыңыз деп сөйтіп өзіне берді. Сонымен бір айдар жасадық, салық төлеп сен есеп бере алдың ба деп үлкен айдар жазып қойып, соған жаңағыдегі өзіміздің шығарған мақалаларымыз бар, өлеңдеріміз бар, салықшылар туралы. Соны көрсетіп тұратынбыз. Жаңелдегі басшымыз өзі мен ана өлеңімді алып алып, мынаны Нұреке жүр газетке берейік деп, өзі кәдімгі өзі жазғандай, өзінің несіндей болып апарып газетке беріңдер мынаны деп, жаңелдегі қызметкерлерді жұмсап апарып газетке бергізіп тұратын тұғын, аудандық газетке. Қолдау жақсы болды. Қолдау жасап отырды. Мені бір жағынан оны оң жағыма келіп дегені сол. Енді өмір бақи оң жағынан келе бермейді. Бір басшыларым болды, енді осы кезде енді қазір есіме түсіп кетті, айтуым керек қойды. Қиыншылығы да болады ғой. Мен енді ақын болғаннан кейін мына мерекелерде, жаңа жыл мерекесінде, Наурыз мерекесінде ол кезде мына Достық Әзіл деген не болатын айдармен газетке мерекенің алдында өлеңдер жариялайтын ақындар. Әзіл өлеңдер. Өзінің құрдасы туралы, досы туралы, немесе қызметтестері туралы сондай өлеңдер, әзіл өлеңдер жазып газеттерге жариялап тұратын. Сол жаңа жылда мынау қазір корпоратив дейді ғой. Сондай өзіміздің ұжымның мерекелік отырысында сол барлық жаңағыдегі бөлім басшыларына, басшының орынбасарларына арнап әзіл. Сөйтіп әрқайсысына жеке-жеке 11 бөлім басшысы бар, 3 бастықтың орынбасары бар. 14 адам, тағы бір-екі құрдасым бар әзілдесіп жүретін. Сонымен 15-16 адамға жақсылап әрқайсысына 2-3 шумақтан әзіл өлең жазып, сөйтіп жаңағыдегі жаңа жылдық корпоративкада оқып берген. Бәрін жеке-жеке. Бәрі өте бір тамаша болды деп қол шапалақтап, рахметін айтып, ырза болып, енді отырыс қой енді. Сөйтіп тарқағанбыз. Сөйтіп жүргенде әнім дегенше Наурыз мерекесі келіп тағыны редакциядан бір кіші звондап, Нұреке, мына мерекелік нөмірге бір беретінің бар ма деді. Бар мына әзіл шумақтарым дайын тұр. Отпускіде жүрсем, Наурыз мерекесінен кейін бастық шақырып жатыр дейді. Отпускіде жүрген адам несін шақырды? Ойбай, келмесеңіз болмайды, бастық сізді шақырып жатыр дейді. Сонымен бастықтың алдына бардым. Есіктен кіргенден сіз не істеп жүрсіз? Деп айқайға басты. Не істеп жүрмін? Демалыста жүрмін ғой деймін. Жоқ, сіз не жазып жүрсіз? Не жазып жүрмін? Мен өлең жазам ғой дедім. Мына кешегі нөмірге, мына газетке, мына өлеңдерді кім берді? Мен бердім. Газеттен сұрағасын мен бердім. Достық Әзіл дегеніне. Сізге кім құқық берді? Бөлім басшыларынан менің орынбасарларыма әзіл айтып, өлең жазатын құқықты кім берді сізге дейді ғой. Ешкім берген жоқ. Ол кәдімгі дәстүр ғой, бұрыннан келе жатқан. Өстіп жылда сөйтіп шығарып тұрамыз. Шамамыз келген жазып тұрамыз. Басқа мекемелердің де басшыларының несіне жазамын дедім. Сөйтіп 2 орынбасарын шақырып алып, мына кісі ақын екен, жазушы екен, бізден жұмыстан шығарып жіберіңдер. Барсын, газетіне бара ма, журналына бара ма, сояққа барып жұмыс істесін дейді. Мен таң қалдым, Басеке, бұныңыз не? Мен кете қоям ба? Жоқ, бізге ондай ненің керегі жоқ. Сіз кімден рұқсат алып жазыңыз деп біраз дәу болды. Шыққаннан кейін Әзілді дұрыс қабылдамады. Әзіл дұрыс түсінбеген ғой, шыққаннан кейін 2 орынбасарын айттым, анаған түсіндірсеңдерші. Жас қой, менің бірнеше жылдай жас жігіт. Сонымен мен кеттім 30-ге, мен 30-ден келгенше мен мәселемді қарай алмайсыңдар сендер дедім. Білем ғой мен де заңды. Сөйттім де мен кеттім 30-ге біткенде кейін келем, бірақ сендер анаған кіріп айтып түсіндіріңдер, қойсын онысын дедім. Сөйтіп кеттім, кейін ән шақырады, мен шақырады деп жүрмін, сол жұмысы жаңағыдегі сол ары қарай жабылып кетті ғой. Сөйтсем кейін түсініпті бастығымыз артықтау кетіп қойғанын. Ол енді бір сөзбен артықтау кеткенмен маған әжептәуір көңіліме тиіп қалды. Мынау қандай адам өзі түсінбейтін.
осындайлардың жас балалардың сөзін ескенше осы өлеңді жазбай ақ қойсам қайтеді дегенге де барып қалдым мен сол кезде. Кейін барып жаңағыдегі қазақ айтады ғой, жаңа битке өкпелеп тоныңды отқа тастама дейді. Сол немен қой енді бір ашумен айтқан шығар деп мен де райымнан қайттым. Ол кісі де сол ана тақырыпты қайтып көтермеді. Сонымен жұмысымызды жалғастырып кете бердік. Міне бір жағынан осындай жаңағыдегідей түсінетін адамдармен жолықсаң өте жақсы, сені қолдап тұрады. Ал кейбір түсінбейтін адамдарға жолығып қалсаң сондай бір кертартпалық болып қалады ғой. Бүгінге дейін 5 бірдей жыр кітабын шығардық. Әр жылдарда. Ең алғашқысы есімде жеке өзіңіздің авторлық кітабыңыз сіздің 50 жасыңызда шықты. Одан кейін біздің отбасымызда бір дәстүрге айналғандай болды. Сіздің туылған күніңізде 60 жасыңызда бір кітап шығардық. Зейнетке шыққан кезде сізге балаларыңыз болып темір тұлпар сыйладық та, сол жылы кітап шықпаған кезде сіз кәдімгідей көңіліңізге алып қалдыңыз соны. Сіз үшін өте бағалы дүние ол кітап екенін білеміз. Сіздің жыр жинақтарыңыздың осылай кітап болып шығып жатқан. Одан кейін араға бір-екі жыл салып мына жаңа кітап келді. Енді сұрайын деп отырғаным, сіздің мен бала күнімде өлеңдеріңіздің алғашқы оқырманы мен болдым. Иә. Тіпті мынау жыр термеге келетіндерін мынау елдің арасындағы танымал мақамдарға қосып термелетіп те айтып жүретінмін. Ол уақытта ел, жер, тәуелсіздік, патриоттық, махаббат, ана, әке деген сияқты өлеңдеріңіз болатын, өсиет термелер болды. Ал қазіргі уақытта мынау зейнетке шыққаннан кейін сіздің тақырыптарыңызда бір өзгеріп келе жатыр. Өзгеріп кеткен бе не? Қатты өзгеріс емес, бірақ көбінде насихат, ағайынның арасындағы татулық, бауырлардың арасындағы бір-біріне деген сүйіспеншілік деген сияқты. Ақсақалдардың кейінгі жастарға өсиеті деген сияқты терме мақамындағы, терме іспеттес жырлар, толғаулар жазып жүрсіз. Жалпы өлең жазу жасқа байланысты ма? Оны бұлай өзің ойлап қара. Енді 30-дағы 40-дағы азаматпен, сол 30-дағы 40-дағы азаматтың көзқарасымен, оның ой сана сезімімен 70-дегі 80-дегі қарияның көзқарасы, оның сана сезімі, оның айтар ойы, оның мәселесі көтеретін екеуі аспан мен жердей. Себебі 40-дағы жігіт ол орда бұзатын, жаңағыдегі қамал алатын шақ, отқа түссе, жанбайтын, суға түссе, батпайтын, нағыз жақсы шақ сол кезде ештеңеден қайтпайтын. Ол кездегі ойы адамның басқаша болады. Тіке берсең жолынан, берсең қолынан, бермесең жолынан деген кәдімгі сондай жалынды уақыт қой ол уақыт. Ол кезде адам көзқарасы басқа болады. Табиғатты байқайсың, жаңағыдегі өзің айтпақшы патриот боласың, содан барып жаңағыдегі өлең жырларын туады, тақырып басқа, махаббат болады дегендей жаңағыдегі. Ал енді 70-ке келіп, 70-ден асып 80-ге қараған кезде ол көзқарас басқа болады. Себебі ол көпті көрген адам, ой түйгені бар. Мынау жаңағыдегі адамдардың жақсы жағын, жаман жағын байқай алатын, кейбір тереңдеу қарамасаң көрінбейтін нәрселерді бір қарағанда байқап қоятын жаста болады, сол жаста. Тақырыбының өзгерген себебі мүмкін өзгергенде шығар. Себебі мынау қазіргі заман, дәл қазіргі заман сананы тұрмыс билеген заман. Бұл жерде ол ешқандай жасыратын жоқ. Ақша бірінші рөлді атқарады. Ақшасы бар адам, ол ақылды адам. Ақшасы бар адам, бай адам, ол үлкен қызметті адам. Сәлемдескенің өзінде мәселен, осы бір ортаға барып қалып сәлемдесең, 80-дегі ақсақал келсе, мынау көп адамдар орнынан тұрып сәлем бермейді, ассаламу алейкум дейді де қоя салады. Ал 40-дағы, 30-дағы жас бала
жаңағы кейіннен бірден байып кеткендер көп қазір. Сол бірден байып кеткен жастар ана есіктен кіріп келсе, емесе бір ауданның әкімі, емесе бір мекеменің басшысы есіктен кіріп келсе, отырған адамдардың 90% орнынан атып тұрып амандасады. Ассалаумағалейкум деп екі қолдап. Міне бұл сананы тұрмыс билеген заман. Бұл жерде бұрында болған ғой, енді сыйластық, адамгершілік, бауырмалдық деген қазірде бар, бірақ жаңағыдегідей мынау ақша дүние жүрген кезде оның деңгейі төмендеп кетті да. Сол себепті менің енді тақырыбым өзгерген шығар, көбірек осы жағдайларға байланысты өлеңдерім мынау бауырлардың бірін-бірін сыйлауы, тірі кезінде сыйлауы, араласуы, ағайындардың бірімен бірі жақсы араласуы керек. Міне ол қай уақытта болса да керек, ол дәл бүгінгі заманғы емес, ертең болашаққа да ол нәрсе керек. Соны көргенімізді есте сақтап қалайық, әрі кейінгі өзіміздің бала шағамызға, ұрпағымызға бір үлгі есебінде жазып қалдырайық деген ойларым бар. Енді көбінесе дұрыс айтасың, мен мынау ағайындардың арасында ешқашанда араздаспаңдар. Араздасқан деген өте не ауыр нәрсе. Қай уақытта болса да әйтеуір бауыр деген ол міне жолдас та көп, адамда дос та көп. Қызметтес жолдас болады, сыйлас дос болады. Бірақ оның бәрі бауырдай боламайды. Қанша дегенмен оның ерекшелігі сәл бір несі байқалып тұрады. Бауыр ол бауыр етіңнен жаралған деп жатады ғой. Сенің жамандығыңды да, жақсылығыңды да бәрін көтеретін, ашуыңды да көтеретін, даже да көкірегінен итеріп ұрып жіберсең де қайтып байланып келетін ол бауыр. Себебі ол өзің туған бауырың, ағайының. Міне осы тақырыпты біз енді бір жағынан жасымыз келгеннен кейін енді қарттардың қатарына еріп қалдық қой қазір. Мен сол себепті осы тақырыпты көбірек көтеріп жүргенім ол рас. Лажы болса, мынау кейінгі балдарға тәрбие болса, сол мәселен айтылған, менің айтқан сөздерінің ішінен бір 10% балдардың құлағында қалса, ол маған қуаныш. Мен неге өлең жазамын? Мен неге өлең жазамын? Өлең маған елес па, сағым бекен? Жоқ әлде басқа қонған бағым бекен? Ойыма келіп тұрған шумақты алып, жүректі өртеп тұрған жалын бекен? Мен неге өлең жазамын? Өлең маған мұң бекен, әлде қуаныш па? Жоқ әлде мазасыз көңіліме жұбаныш па? Жүрсем де көппен бірге күліп ойнап, өлең іздеп жүрегім жүр алыста. Мен неге өлең жазамын? Өлең менің досым ба, дұшпаным ба? Жоқ әлде аманаты балбаның ұстаным ба? Әрбір жазған шумағым сендіреді, қара өлеңде тылсым бір күш барына. Мен неге өлең жазамын? Өлең менің мақсатым, мұратым ба? Жоқ әлде құзба екен жаралған құлатуға? Бұл өлең еріккеннің ермек емес, дайын тұрған тасадан сынатуға. Мен неге өлең жазамын? Өлең менің қаруым ба, қалқаным ба? Жоқ әлде рухым ба, көнбеген қаңтаруға? Ойыма шумақ болып келген өлең, шуақ шашар ататын әр таңыма. Сіздің өлеңдеріңіз қазір енді әлеуметтік желінің өте бір жақсы дамыған уақыты ғой. Өлеңнің ішінен шумақтары жылынып, TikTokта, Instagramда біреулердің оқып, авторын айтпай жіберіп жатқанда сәттерін көріп отырамыз. Ондай кезде көңіліңізге келмей ме? Авторын іздемей, авторды айтпай, сол насихат шумақ өлеңдеріңіздің осылай тарап кеткеніне. Көңілге келеді. Мен бірден не қылам,
авторын жазбағаннан кейін сол адамға хабарласуға әрекет жасаймын. Мен айналайын, рахмет. Міне сен оқыпсың мына менің өлеңімді. Бірақ енді не оқып болғаннан кейін авторын бір ауыз айта салуым керек қой деп өзім таба алсам, хабарласам. Сен бұның не? Сосын ойланасың, мына өйтіп авторын айтпаса, уақыт өте келе ол егеленіп кетуі мүмкін біреу. Сол жағынан мен қадағалап отырамын. TikTok'та шығып жатыр, о дұрыс. Мынау Атырау жақтан, Батыс Қазақстандан бір жігіт менің не пайда деген өлеңімді толық оқып, кәдімгі жақсылап оқып, өзі де бір дауыс жақсы деген саңқылдап тұрған. Оқып, неге Инстаграмға салып жіберіп көрсем, енді тамаша оқыған. Бірақ ең ақырында автор жоқ. Как будто жаңағыдегі өзінің өлеңінде өзі жазған адамдай болып біткенде несі. Содан кейін дереу іздестірдім, ай бұл деп. Сонымен өзің де іздестірдің ғой, сөйтіп таптық. Сөйтіп ақырында жиен болып шықты ғой. Жиендік жасадым деп құтылды, иә. Жиендік жасадым деп құтылды ғой. Ондай нәрсе біреудің біреу несінде еңбегіне егеленіп кету деген ол қиын нәрсе. Өйткені ол біреуге ол бір шумақ өлең шығар. Шығарған адамға бізге ол өзіміздің перзентіміздей. Ана өлеңімізді өзімнің жаңағыдегі әрбір өлеңім өзімнің іштен шыққан дүние болғаннан кейін өзім перзенттерімді қалай жақсы көрсем, өлеңімді мен солай неғып отырамын, бақылап отырамын. Дұрыс болса екен, жұрт оқыды, пәленше мен оқыдым сенің өлеңіңді десе, мен де қуанып қалам. Мына балаң сенің бір тәртіпті жақсы бала екен десе қуанасың ғой, марқайып. Сол сияқты ол да сол өлеңде өзіңнің бір жемісің ғой. Жаңа әңгімеміздің барысында айттық, сіз 10 ұл қыз тәрбиелеп өсірген, шаңырақта өмірге келдіңіз. Енді атам Тастанбек 4 қыздың ортасында жалғыз ұл болғаннан кейін ба, өзінің артынан ерген 8 ұлын өте жақсы көрді. Бірін ағам деп, бірін інім деп еркелетіп ертіп жүретін, оны енді көзіміз көрді ғой. Дегенмен де енді әрбір атана өзінің әр баласын жақсы көреді ғой. Дегенмен де атам сізді ерекше жақсы көретін. Сіздің өнеріңізді бағалайтын, ел арасында жаңағы өлеңдеріңіз шығып, кітап шығып жатса, мақтанып жүретін, асабалық жасап, ән айтып, той-томалақта жүрсеңіз, марқайып отыратын ылғида. Әсіресе сіздің мынау қызмет жолындағы әрбір баспалдағыңыз үшін өте қатты қуанатын. Жалпы өзіңіз бала ретінде әкеңіздің сондай бір ыстық ықыласын сезіндіңіз ба? Әке балаға сыншы дейді. Әкенің ыстық ықыласын сезбейтін бала жоқ. Барлық бала әкенің ықыласын сезеді, байқайды. Мен дұрыс айтасың. Сенің атаң, менің әкем Тастанбек атаң. Балдарға өте бір сондай ерекше көңілмен, ерекше сезіммен қарайтын. Бірақ білдірмейтін. Кейбіреулер жаңағыдай баласын еркелеп ойналайын деп барып бетінен сүйіп, жаңағыдай көтеріп жатады ғой. Ондай еркелік емес, ондай не емес бұл кісінікі. Бұл кісінікі алыстан бақылап не қылатын тұғын. Барлық несін алыстан бақылап отырады. Оның үстіне мен әкемде бір қасиет болды, мен оны байқаймын, түс жоритын тұғын. Өзі көрген түсін, өзі жоритын тұғын. Осы ол түсін бәрін балдарын айта бермейді ғой. Біздің анамызға, Айнаш апама, өзі түс көргеннен кейін сол түсін жорып болып, содан кейін жайлап айтып қояды екен. Мен мынандай түс көрдім, бұлай жорып отырмын деп. Осы 80-ші жылдары мен институтты енді бітірейін деп атқан кезде бір түс көріпті. Сөйтіп сол түсінде мен үйге 2 атпен келіп, ақбоз атпен. Біреу мініп алғам дейді, екіншісін жетектеп алған дейді. Сөйтіп сол түсіне қалғаннан кейін анамызға айтқан ғой. Осы мына балаңның болашағы бір үлкен дәрежеге жетеді бұл балаң. Бір лауазымды қызмет істейді ау, бір дәрежеге үлкен бір жақсы абыройға жеткелі тұр мына бала. Түсімде 2 ат мініп келді үйге. Біреуін мініп келді, біреуін қолына жетектеп келді деп айтыпты. Осы баладан күтемін деп, үміттеніп отырмын осы баладан деп.
Оны бізге айтпайды ғой, ол кейін мамашқа айтып қойды ғой. Сонымен бір ерекше сезім дегенің енді сәл нелеу болар, балдардың бәрін бірдей көреді. Бірақ енді сәл көзқарасы осы жаңағыдегі дұрыс бағытта баратырмын екен деп көбірек көңіл бөлетін шығар. Сонымен ауылға барғаннан кейін бірден қызметке тұрып кеттік. Әжептәуір лауазымды қызметте жүрдік. Жаңағыдегідей өлең жазып дегендей бәрін көріп жүр ғой. Содан жаңағыдегі марқаятында, қуанатында сол баласын кім жаман болсын дейді. Әрбір ата-ана осы менің балам өзінің қатарларының алды болсын деп армандайды ғой. Баласының жақсылығын көрген сайын баланың өзіне бір қуаныш болса, ата-анаға ол үлкен қуаныш. Ол баласының артық қуанады. Сондай не ғой, мына мәселен өзің дәл қазір есіме түсіп тұр. 1993 жылы Мырзашөл жұлдыздары деген үлкен байқау болды ғой бізде оңтүстікте. Өзбекстаннан, Түркиядан, Қырғызстаннан, сол жақын орналасқан республикалардан небір әншілер келіп, 7 айда өтті. Күз айында меніңше. Сонда сен соның ән терме несі бойынша қатыстың. 12 жаста тұқсын. Сөйтіп, Құдай әйтеуір оңынан келтіріп қолдап, сол фестивальда бірінші орын иеленіп, ән термеден дәстүрлі ән мен терме номинациясы болу керек. Содан бірінші орын алдың. Сөйтіп, сол жерде саған ат мінгізді. Сол атты үйге келгеннен кейін, мынау менің бірінші жеңісім, бірінші жүлдем, осы жүлдемді осы атты мен атама мінгізем деп көпшіліктің алдында атаңа мінгізіп жібергесін. Міне ол деген үлкен қуаныш, үлкен бақыт. Ел қандай, мені ауылдағылар естіген кезде қандай қуанып қалды бәрі. Рахмет айтып. Соның бәрі тәрбиеден келеді. Атаның тәрбиесі, әкенің тәрбиесі мені сол көргендіктен, тек жерден шыққандықтан барып сол нәрселер болады. Міне өзіңде біздің әкеміз, сенің атаң қайтыс болғанда сен 14-15 жасар қызды болсын. Атамды, өзіңнің атаңды жақсы білдің ғой, қандай мінезі бар екенін. Енді мен әкем туралы айта берсем, шілі мақтанып та кетуі мүмкін. Өйткені ол әкемнің мінездері бір керемет мінездер. Таза, артық сөйлемейді, әділ. Анау жаңағыдегі бір нәрсені шешемай әңгімелесіп, анау ондай болу керек қой, мындай болу керек қой деп дабырлап, көпшілік сөйтіп кеткен кезде біраз ойланып отырады да, оны ағайындары ол мынандай болады деп бір ауыз айтады да, сонда көпшілік осы тәкең айтқан дұрыс деп көнетін де оны. Ауыл ел ерекше сыйлайтын азамат болды ғой. Абыройлы болды. Көке, енді әке мен бала деген сөз айтылғанға жеңіл, естігенге жеңіл болғанмен, оның астарында өте үлкен мән, мағына жатыр. Осы әкеңіздің бойындағы қандай қасиетті сіз ала алдыңыз? Бір жерін айтайын, жаңа сіз өзіңіз айтып отырсыз ғой, бұл барлық баласын жақсы көретін, бірақ көрсетпейтін, сездіре бермейтін. Аса сездіре бермейтін. Бұл қасиет сізде де бар. Біз сізге қатты бір еркелеп, мойныңызға асылып, қазіргі жастар енді солай ғой, әкесінің мойнына асылып, құшақтасып, бірге тұрып, шөпілдетіп сүйіп атады. Біз енді бала күнімізде де қазірде де ондай болған емес, әйтеуір әкенің тәрбиесі бар екенін, әкенің мықтылығы бар екенін. Шілі елжіреп кетпетті, өкіліп қаған екенсің. Иә. Жалпы қандай қасиеттерін өзіңіздің бойыңызға сіңірдіңіз? Және енді менің артымнан ерген Аллаға шүкір 2 інім бар. Сол екеуіне қандай қасиеттер бере алдыңыз, қандай тәрбие бере алдым деп ойлайсыз? Бұл енді өте бір керемет сұрақ. Көп ойланып жауап беретін сұрақ бұл. Бір сөзбен ғана айтып қоя салуға болмайды. Мен тырысып көрейін енді. Мынау Қазақстан үкіметін 13 жыл басқарған премьер-министр лауазымында қызмет еткен 1938 жылдан 1951 жылға дейін ең ауыр кезеңде премьер-министр болып қызмет істеген Нұртас Оңдасынов деген үлкен қоғам қайраткері ірі тұлға бар.
сол кісінің өзі туралы айтқан әңгімесінің ішінде сол кісінің өзінің 3 тазалығы бар. Бірінші тазалығы, ол кісі айтады, менің қолым таза дейді. Бір пендеден ақша алып, пәре алып көрген емеспін, алған жоқпын дейді. Екінші, арым таза дейді. Сол кезеңде өзі бірін-бірін сатып, бірінің үстінен бірі арыз жазып, нақақтан нақақ адамдар сотталып атылып кетіп жатты ғой. Сонда бұл кісі ешқандай нақақтан нақақ атылып кетуіне, сотталып кетуіне жол бермей, қол қоймаған, қол қоймай отырмаған болмайды деп. Міне арым таза дегені ешкімге жала жаппаған, нақақтан күйдірмеген. Үшіншісі, жүзім таза дейді. Жүзім таза дейтіні, осы бүкіл елді басқарып отырып, Қазақстанды басқарып отырған адам ұруға бөлмеген. Жүзге бөлмеген. Мынау ойбай ұлы жүз екен, мынау орта жүз екен, мынау кіші жүз екен, немесе мынау қоңырат екен, мынау дулат екен деп ондай бөлмеген ол кісі. Міне менің 3 тазалығым осы дейді. Ойлап қарасам, менің әкемде де осы 3 тазалық болған. Жүзі таза болған. Ол ауылда 20 жыл сельсоветтің председателі дейтін ол кезде. Мынау қазіргі ауыл әкімі бар ғой, сондай лауазымда істеді. Ауылдық кеңестің төрағасы болып 20 жыл істеді. Сонда бір адамды ұруға қарап бөлген емес. Бір адамды жерге қарап бөлген емес. Барлық адамдарды өзімен бірдей тең дәрежеде көрген. Ары таза ол кісінің де. Біреудің артынан сөз айту, біреуді жамандау, біреуге нақақтан жала жабу деген менің әкемде ондай болмаған. Міне сол тазалықты мен де сақтауға тырысып келе жатырмын. Енді айтайын, шалбарының қыры түспейді. Түп-түке күнде азанда бір түктеп алады. Өзі түктеп, біздер түктеп береді, немесе қыздарды түктеп береді. Күнде жаңа түктеп киіммен шығады. Таза кісі болған сондай. Ол да енді менде бар деп шілей мақтана алмаймын, бірақ бар. Одан кейін мынау елмен араласуы. Көпшіліктің арасында өзін ұстай білуі, мынау ағайындардың арасындағы абыройы, соның бәрі сол мінезге, әдемі әсем мінезбен жаңа тазалыққа байланысты, сол көптің сыйлағаны, көптің алдында абыройлы болғаны содан ғой деймін. Сол әкеміздің лажы болса сондай жақсы қасиеттері бізге де сіңсе екен, бізде сол әке жолымен жүрсек екен деген ой бізде жас кезімізден болған. Маған әкемнің бір айтқан сөзі бар. Мен енді ауылға келгеннен кейін бірден лауазымды қызмет істеп кеттім дағы. Мынау ақша деген сейіпте тұрады. Біз бас бухгалтер болып істедім, бас есепші болып. Кассияда ақша көп. Осы қай жерде қызметте жүрсем де ақша араласқан жерде жүрдім. Сонда әкем маған айтатын, балам, сен қызмет істеп жүргенде сенің мына қызметіңнің бәрі ақшаға байланысты. Ақша деген от, ақшаға шілей қызығушы болмаңдар. Отқа жылынам деп қанша жақындап кетсең, бір күні сені өрте жіберуі мүмкін, күйдіріп жіберуі мүмкін. Ақша да сондай. Шілей жаңандегі қызығып, ақшаға жақын жүрмеңдер. Лажы болса, ақшадан алыстап жүріңдер. Ақшаға құныққан адам ешқашан абыройлы болмайды деп айтқан тұғын. Міне сол қағидасын, сол айтқан несін мен осы мемлекеттік қызметте жүргенде зейнеткерлікке шыққанша сол қағиданы ұстап келдім мен. Сіздің бойыңыздағы қасиеттер, мәселен жаңағы жазуға жақындығыңыз. Енді сіздің бойыңыздағы ақындық бізге дарымады, бірақ әйтеуір жазуға икеміміз бар, қыздардың. Ұлдар салық саласында сіздің жолыңызды жалғастырды. Өмірде мамандық таңдау мен жар таңдаудан қателеспеу керек деп айтып жатады. Менің түсінігімде сіз енді екеуінен де жолы болған жансыз. 40 жыл қаржы салық саласында түрлі қызметтерде жұмыс істедіңіз зейнетке шыққанға дейін. Менің анаммен 40 жылдан асты. Бірге қол ұстасып өмір сүріп келе жатсыздар. Аллаға шүкір, артымнан ерген 2 інім, 2 сіңлім бар. Барлығымыз үйлі, боранды, отбасылы, осы Алматыда тұрып жатырмыз. Бір інім ауылда тұрады. Қалай ойлайсыз? Сіз бақыттысыз ба? Енді
бақыт деген сөз, бақыт деген ұғым кең ауқымдағы ұғым. Оны әркім әртүрлі түсінеді. Біреулер бақытын байлықтан іздейді, ақшадан іздейді. Біреулер бақытын жаңағыдегі үлкен шенді қызметтен іздейді. Біреулер бақытын өнерден іздейді. Әншілер мәселен, мынау жаңағыдегі басқа өнер саласындағы жүргендер. Біреулер бақытын өзінің бала-шағасынан іздейді. Бала-шағам бақытты болса, бала-шағам жақсы болса, міне менің бақытым дейді. Сол айтпақшы, міне әр адам бақыт деген ұғымды өзінше түсінеді. Біреулер дүрілдеген сарай салып, соның ішінде бір диванда жатып телевизор көргенін бақыт санайды. Біреулер астына дәу иномарка мініп алып, не дейді жол таңдамайтын көлік дей ма, не дейді қазақша? Сондайды мініп алып, елдің алдына көшеде пеп-пеп тегізіп қойып жүргенді бақыт санайды. А менің бақытым өзімнің өмірім, өзімнің мынау жарым, өзімнің бала-шағам. Бала-шағаның бақытты болуы, ол жақсы әке-шешесі бала-шағасына, өзінің қызына, ұлына жақсы есім қойып дүниеге келгенде, есім таңдап берсе, одан кейін жақсылап тәрбиелесе, жақсылап білім әперсе, қолына мамандық, диплом әперсе деген. Одан кейін өзінің қыз болса, жақсылап өзінің баратын жеріне ұзатып, абыроймен. Ұл болса, жаңағыдегі шаңырақ көтертіп, үйлендіріп, не қылса, ары қарай өздері алып кетсе, бала-шағасы ары қарай өз өмірін өзі жақсылап алып кетсе, міне ата-ананың бақыты міне осы. Одан артық қандай бақыт керек? Байлық та соның ішінде, ақша да соның ішінде, дүниенің барлық қызығы сол бала-шағаның қызығының ішінде болады. Енді мен мұны Құдайға шүкір, елдің алдында әжептәуір қызметтер істеп, абыроймен зейнеткерлікке шықтым. Мына сол кезімізде міне 5-6 кітаптың авторы болып, ақын деген атағымыз бар, Құдайға шүкір. Абырой деген енді осы шығар енді, Құдайға шүкір дейміз. Енді қазір міне жасымыз 70-ке таяп қалғанда, әлі де болса, сол балаларымыздың, немерелеріміздің қызығын көрсек, солардың жаңағыдегі жақсы қуаныштарына куә болсақ, бақыт сол. Мен өзімді жасырмаймын, бақытты адам қатарына қоса аламын. Құдайға шүкір міне оған. Енді осы жылдар ішінде сіздің барлық жағдайыңызды жасап келе жатқан, әрбір түзде жүрген абыройлы азаматтың артында бір жақсы әйел отыратын сөзсіз. Анам туралы бір-екі ауыз айтыңызшы. Өзің білесің ғой мен? Енді сіздің аузыңыздан естіген маған бір ерекше бар. Енді жаңа өзің айттың ғой, мамандық таңдау мен жар таңдаудан адам қателеспеу керек деп, осы екеуіне сақ болу керек деп. Құдайға шүкір, мен жар таңдаудан қателескен жоқ сияқтымын. Осы екеуміз тұрмыс құрғалы, бірімізге біріміз шай деген жеріміз жоқ, дауыс көтерген жеріміз жоқ. Оны өсе келе кейінгі жақтары өздерінде біліп жүрсіңдер ғой. Соның бір несі, бір кісіден енді кімнен екенін айтпай қойын, сынағысы келіп, дозақ қайда, жұмақ қайда, Құдай қайда деп сұрапты. Белгілі әңгіме ғой ол. Сонда жаңағыдегі кісі сұрақ қойған адамға, алған әйелің жаман болып шайпауыз болса, тәрбиесіз болса, дозақ міне сонда депті. Алған әйелің жақсы болып, көргенді болып, тәрбиелі болып, бала-шағаның алдында барлық неңді, өзіңнің ерінің абыройын көтеріп тұрса елдің алдында, сондай адам болып кездессе, міне жұмақ сонда депті. Сенің Құдайыңның қайда екенін білмеймін, менің Құдайым жүрегімде деген екен. Міне сол айтпақшы, дозақ болатын да жері болады, ол әйел адам қолынан бәрі келеді ғой.
жаңағыдегі бүкіл дүниежүзін бір қолымен тербетеді, бір қолымен бесік тербетеді деп, әйел адам ағайындардың арасында бұзып жібереді кейбіреулері. Бірімен бірі араласпайтындай қыз жіберетін де әйел адамнан шығады ол. А бірақ жақсы әйел болса, ынтымақтың үстіне ынтымақ әкеліп тұрады. Даже ерінің қателескен жерін ағайындарына, сыйластықтан, бауырларына, бауырмашылықтан, балдарында тәрбиеден қателесіп кеткен жері болса, жайлап түсіндіріп отырады. Міне сол жағынан айтқанда, енді сендердің аналарың өте маған бір оң жағынан келген болып тұр ғой. Мұқағали Мақатаев туралы бір өлең жаздым. Сөйтіп интернетке қойған, өзім инстаграмыма, парақшама. Сөйтсем соны ауылдың бір-екі кісілер сен анаңның құрбылары оқып көріпті дағыны. Сонда айтады дейді ғой. Бұл Нұрымбеттің музасы Гүлшара ғой деп айтқан екен. Оны ағайындарында бір қарындастарымыз айтып жүр. Сол айтпақшы, енді бір мақтанып қояйық та, ол біздің музамыз ғой деп. Дұрыс айтасыз. Енді біз есімізді білгелі барлық уақытта сіздің бірінші кезекте сіздің жағдайыңыз жасап келеді ғой. Сіздің көке зейнеткерлікке шыққаныңызға 3-4 жыл уақыт болды. Біз жаңа әңгіменің барысында бұған дейінгі жасалған еңбектер, сіздің жаңағы салық қаржы саласында жасаған қызметтеріңіз туралы айттық. Зейнеткерлікке шыққан кезде де сіз қазір бос отырған жоқсыз. Мынау елдегі ардагерлер орталығына барып, ылғи да сол жақта шығармашылық байланыстасыз. Жалпы болашаққа бір жоспар бар ма? Тағы да бір кітап дайындап жүрсіз ғой қазір. Арманы жоқ адам, ол өлген адам дейді. Ғасыр жасасаң да, алдыңа арман мақсат қой дейді. Мені 80-ге кеп қалдым ғой, немесе 90-ға кеп қалдым ғой деп тоқтатып қоюға болмайды. Зейнеткерлікке шықтық, зейнеткерлікке шыққаннан кейін мен өзім ойлайтын едім, енді зейнеткерлікке шыққандарға рахат қой. Қолы бос, үйінде демалып жатады, баратын жеріне барады, келетін жеріне келеді деп сөйтіп ойлайтын едім. Қайда өзім соңғы кезде байқап жүрмін, зейнеткерлікке шыққаннан кейін қайда жұмысым көбейіп кете ме деп ойладым. Құдайға шүкір, зейнеткерлікке шыққаннан кейін мына бір кітабымды шығардым. Былтыр шықты. Енді тағы да өзім жоспарлап отырмын. Жақсылап бір кітаптың мөлшерінде шығармаларым, жаңағыдай өлеңдерім, қара сөздерім, нақыл сөздерім, ол жерде жұмбақтар да бар, ойдан құрастырған. Соның бәрін топтастырып, бір кітаптай қылып дайындап отырмын. Енді оны мен өзім бір ерекшелеу қылып, кітап, альбом түрінде шығарсам ба деп жүрмін. Енді Алла біледі, енді жаңағыдегі мынау бәрі қаражатқа байланысты, қаржыға байланысты оның. Сөйтіп бір жаңағыдегі түрлі түсті қылып, кітап, альбом шығарсам деген ойым бар. Одан кейін бос уақыт деген көп емес менде. Өзің айтпақшы, адам өмір бақи қозғалыста болу керек. Ол денсаулыққа пайдалы. Әсіресе біздің жасымыздағылар диванда отырып қалса, емесе телевизордың алдында көп неғып қалатын болса, ол қозғалыс болмаса, ертарақ қартайып кетуі мүмкін. Бізде өзімізде ауданның орталығында ардагерлер орталығы деген бар. Сол жерге барып, осы мынау жағындегі шығармашылықтарымызбен айланысып, арасында бильярд ойыны бар, оған жарыстарына қатысып, теннис бар, столдағы теннис деген, оның жарыстарына қатысып, ширақ жүруімізге, өзіміз септік болып жатырмыз. Менің журналистика саласында жүргеніме 20 жыл уақыт болды. Осы 20 жылдың ішінде көптеген сұхбаттар жүргіздім. Сіз сол бағдарламалардың енді барлығын қарап келе жатсыз. Ең бірінші баға берушім де, сынаушым да сіз. 2 жыл бұрын сұхбатқа келіскен жоқсыз. Бүгін келісіп сұхбат бердіңіз. Жалпы сұхбат ойыңыздан шықты ма? Енді сұхбат менің ойымнан шықты деп айта аламын. Бірақ қандай дәрежеде оны көрермендер баға береді.
қалай не болғанында, бірақ менің өзімнің ойымнан шықты. Бұл сұхбатты мен де ойланып келгем, ойып тұрмай, мынау әкесі мен қызының арасында қандай болады екен деп. Кәдімгі үйде дастархан басында әңгіме сияқты әңгіме болып кете ма деп іштей ойланасың ғой, сөйтіп ойланып келгем. Жоқ, бұл сұхбат енді бір мен өзіме де бір ары қарай мына нені шығармашылығымды жалғауыма бір жақсы дәнекер болатын сұхбат болды деп ойлап отырмын. Сенің өзіңе де мәселе мына қызметіңе, мына жұмысыңа, мынау бағдарламаның атын ауыстырыпсыңдар ғой. Бұрын жүрек тынысы еді, енді махаббатпен сырласу. Енді қазір үйге барғанда қайдан келдің десе, махаббатпен сырласып келдім деймін ба енді. Сол айтпақшы, бұл сұхбат негізі менің ойымнан шықты. Сұхбатқа келісіп алтын уақытыңызды бөлгенге үлкен рахмет. Ең әуелі осы сәтті пайдаланып, әуелі Алла, сосын анам екеуіңізге өмір сыйлағандарыңыз үшін, жақсы тәрбие бергендеріңіз үшін, бетімізді қақпай, мынау қалаған дүниемізге қол жеткізуге, армандаған мамандыққа қол жеткізуге септігін тигізгендеріңіз үшін үлкен рахмет. Қымбатты көрермен, мен өздеріңізбен хабарымыздың келесі сандарына дейін қоштасамын. Амандықта жүздескенше.